Сәлем достар, сіздерге медицинаны қарапайым тілде түсіндіретін түсінікті медицина каналы. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз осы көктемде иммунитет әлсіреген кезде өте жиі тарайтын, кездесетін инфекциялық аурулар бөртпе түрінде көрініс беретін қызылша кор деп айтамыз, қыза мықты көбіне краснуха дейміз, ал жешешек ветрянка. Осы үшеуін бір-бірінен ажыратамыз. Үшеуі қалай ажыратамыз, қандай белгілер бар, сол туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп, соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат болсын. Ең бірінші қызылша кордан бастайық. Қызылша бұл іріңқылы вирус арқылы ауа тамшылы жолмен таралатын вирустық жұқпалы ауру. Ерекшелігі бұл бірден басталады. Науқаста мынандай шағымдар болады. Яғни мынандай белгілер болады. Температураның көтерілуі 38-39-ға дейін, интоксикациялық белгілер деп айтады, яғни бастың ауруы, әлсіздік, аппетиттің, тәбеттің бұзылуы, мұрынның бітелуі, түшкіру, дауыстың қарлығуы, жөтел, тамақтың жыбырлауы, көзден жас ағу, және де ең бастысы ол терде бөртпенің пайда болуы. Науқаста басында 4-5 күнге дейін интоксикациялық бағанағы сол әлсіздік деген сияқты белгілер көрініс береді. 4-5 күннен бастап бөртпелер пайда бола бастайды. Бөртпелер қалай шығады? Бөртпелер бірінші күні мойында, бетте, сосын тағы да құлақтың сырт жағында, кеуденің жоғарғы бөлігінде, осылай ең бірінші күні солай пайда болады. Ал екінші күні ол кеудеге шыға бастайды. Кеуделік бөлімдерге таралады. Үшінші күні аяқ қолдан байқала бастайды бөртпелер. Солай ретімен шығады. Қараңыздар, бірінші күні мойынға, бетке, құлақтың арт жағына шығады, екінші күні кеудеге, үшінші күні аяқ қолға шығады. Бұл 4-5 күндері. Ал басында ол интоксикация, яғни конъюнктивит сияқты осындай белгілер болады. Бұл көбіне қандай адамдарда шығады десек, сол иммунитеті әлсіз балаларда, адамдарда, және де профилактикалық, яғни вакцина салмаған балаларда. Мына суреттерден көрсеңіздер байқалады динамикасы. Бірінші күнгі бөртпелер мойынға, кеудеге, мойынға, басқа шыққан, екінші күнгі бөртпелер, яғни кеуде бөліміне шыққан, және де үшінші күнгі бөртпелер бүкіл денеге шыққан. Осылай рет-ретімен шығады. Енді осы қызылшаның емі қалай? Әрине, сіз егерде осындай белгі байқасаңыз, міндетті түрде өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізге апаруыңыз керек. Бала болсын, өзіңіз болсын, міндетті түрде қаралуыңыз керек. Бірақ тағы да дәрі-дәрмексіз ем бар. Оны енді барлық адам білу керек деп ойлаймын. Ол дәрі-дәрмексіз ем режим сақтау, төсектік режим. Яғни температура көтерілген кезде міндетті түрде төсектік режим сақталуы керек. Науқас оңашалануы керек, басқа адамдарға контактқа түспеу керек. Яғни оларға бұл инфекциялық ауру болғандықтан жұғып кету қаупі бар. Сол себепті контактқа түспеу керек. Және де 13-ші диета сақталу керек. 13-ші диета дегеніміз инфекциялық аурулармен ауырған науқастардың ұстайтын диетасы. Иммунитетті көтеру мақсатында көптеген сұйықтық пайдалану, өсімдік тағамдану дейді, яғни овощтар көп пайдалану дейміз ғой. Сосын тағы да сорпалар көп ішу. Жалпы осы 13-ші диета барлық жұқпалы инфекциялық аурулармен ауырған науқастардың ұстайтын диетасы. Сосын науқасқа қатаң гигиена сақтау керек. Жүйелі түрде жуыну, көзін жылы қайнаған сумен жуу, және де калий перманганаты дейді, марганцовкамен жуу. Келесі қызамық. Орысша краснуха деп жатады. Бұл да вирус арқылы қоздырылатын, ауа тамшылы жол арқылы таралатын жұқпалы инфекциялық ауру. Ұсақтақты осындай бөртпелерменен, және де лимфа түйіндерінің, мойынның лимфа түйіндерінің ұлғаюменен, және қатты емес, орташа температурамен байқалады. Сосын егер жүкті әйелдер жұқтырып алатын болса, онда жатырдағы нәресте де бірге зақымданады осы ауруменен. Бұл аурудың ерекшелігі бұнда жасырын кезең бар. Жасырын кезеңі 2-3 аптаға дейін, 11-24 күн дейді, кейде 16-20 күн деп жатады, осылай 2-3 аптаға дейін жасырын кезеңі жүреді. Бұл жерде науқастың жағдайы ауыр емес. Кейде
орташа ауырлықта болады, кейде тіпті қатты білінбей де жатады. Науқаста жалпы әлсіздік, бас ауруы, бұлшық ет, буын аурулары ғана қатты емес байқалады. Дене температурасы кейде 38-39-ға дейін жеткеніменен көп жағдайда ол аз ғана көтеріледі және 1-3 күн аралығында ғана сақталады. Жұтқыншақта қатты қызармайды, аздап қана қызару білінеді. Бұның ерекше нақты бір белгісі осы лимфа түйіндерінің дейді ғой, мойынның лимфа түйіндерінің ұлғаю. Бұл лимфа түйіндерінің ұлғаю бірінші күннен ақ байқалады. Бұл жердегі бөртпелердің ерекше белгісі, бұларда қызылша сияқты шығу сатылығы жоқ. Бұлар бірінші күні ақ барлық жерде шығып кетуі мүмкін. Яғни ол бірінші күні ақ бетте де, кеуде, аяқ қолға да байқалуы мүмкін. Солай екінші күні де шығуы мүмкін. Үшінші, төртінші күні де солай шығуы мүмкін. Ол қызылша сияқты белгілі бір сатымен шықпайды. Және бөртпелер 5-7 мм көлемінде 1 сантиметрге дейін болады. Бұл ауруда осындай қызамықпенен ауырған адаммен контакт болғаннан пайда болады, жұғады. Және де көбіне иммунитеті төмен адамдарға, вакцина алмаған адамдарға жиі шығып жатады. Сондықтан профилактикасы алдын алу осы вакцина салдыру міндетті түрде. Және жиі сұйықтық ішу. Енді келесі ол бізде ветрянка, келшешек. Бұл енді өте жиі кездеседі, бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Ветрянка. Бұл ауру жіті басталады, бірден басталады. Бұл да сол инфекциялық ауру. Бұл жерде интоксикациялық белгілер де байқалады. Өздеріңіз білесіздер оны. Яғни бас ауру, әлсіздік, тәбеттің болмау, бұрмалану дейді сол сияқты. Және де ең негізгі бұнда бөртпеменен дене температурасының аздап жоғары болуы. Осы алғашқы симптомдары болып табылады. Кейде дене температурасы қалыпты болып та жатады. Бұл жердегі бөртпелердің ерекшелігі қышумен бірге жүреді және тәртіпсіз орналасады. 100 шақтыға дейін болуы мүмкін. Теріде, денеде, бетте, аяқ қол терісіне орналасады, ал алақа мен табанда өте сирек кездеседі. Және бастың түкті бөліктерінде, кейде қыз балаларда, жыныс ағзаларында да кездесіп жатады. Негізгі емі температура көтерілген кезде парацетамол қабылдау және зеленка жағу. Құрметті аналар, балаларымыздың денсаулығы өз қолымызда.